Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Танымды самса істеумен бастап жатырмын. Бүгінгі 22 наурызда кеше қайнағаларым келген болатын. Ол кісілер қорада көмектесіп жатыр. Сондықтан мен бүгін үйдемін. Білесіздер әйтпесе мен қорада жүретінімді. Жолдың жаман батпағына қарамай келіп жатыр қайнағаларыма. Рахмет. Жылда 22 наурызда осы үйде болады бізге. Қырланға көмектесу үшін келеді. Студентке сап болдым. Наурыз көжемді түнде аузымды ашқанда істеп қойғанмын. Қазір оны жылытам. Сосын мына жер конфет қоймаппын. Сметаникті осындай қызыл қылдырып істедім, өзгеше болсын деп. Жазда қайнатып қойған қаймағым қатырып қойғам. Мұндай қоспам бірінші істедім. Істемейді екен, ондай нәрсе талқанмен істедім. Ірімшігім құрттым жазда істеген. Бәрін қатырып дайындап қойғам. Бүгінгі пісіргенім самса мен бауырсақ болды. Ал булочкаларды кеше пісіріп қойғам. Салат істедім. Мындай кімнің есінде бала кезімізде ылғи есінде осындай қуырып беруші еді мамамыз. Сонан жоқ магазиннен көріп есіме түсіп алдым. Бидай қуырған болатынбыз. Осы біздің наурыздық істеуім осы. Енді конфет салам бұл жерге. Сосын варенье салуды ұмытып кетіппін. Қазір варенье салам. Майымды әкелем. Сонымен наурыз көжем істеуім дайын. Қайнағаларым қорада. Қиойып жатыр. Соқсылар қазір обедте болады. Бағалап кетіңіздер істеуімді. Достар, мен қымызымды аштым. Қою болып тұр. Соңыра ауыз ашқанда ішем ғой. Мынау мен жазда салып қойған, поводпен салып қойған қымызым ғой. Енді алла шықса биелеріміз туса, бие салатын боламыз. Қою болып тұр. Асын өзі, исі әлі тұр ғой сақталып. Сіздер өйстіп қымызды қысқыға сақтайсыздар ма? Мен сақтап, мамаларға берем қалаға. Өзіміз осылай наурызға сақтап қоям. Ақмол болсын биылғы жылы. Биелеріміз аман есен тусын деп тілеп тұрмын осы тұрғанда.
On beş, 32. Vay burada. Kağıda sürgündüz. Ne? Мен аған дейді. Tutu, tutu. Еміне алған тұты. Tutu ile algatı.